Дүйсенгалиева Баян Серікқалиевна, Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Бәйтерек ауданы білім беру бөлімінің Макаров жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәнінің мұғалімі, педагог сарапшы, педагогикалық еңбек өтілі 9 жыл. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз өте қызықты тақырып өтеміз. Біздің айналамыздағы ақпарат. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты әртүрлі ақпараттың мысалдарын келтіру және ақпаратты әртүрлі нысанада ұсыну. Біз күн сайын теледидардан ауа райын көреміз, мұғалімдерден ақпарат тыңдаймыз, достарымыздан хабар аламыз. Міне осының бәрі бізде ақпарат болып табылады. Ақпарат дегеніміз не? Ақпарат бұл латын тілінен аударғанда информатио, мәлімет беру, түсіндіру, хабарлау деген мағынаны білдіреді. Ақпарат ұғымы көп мағыналы болғандықтан, оның нақты дәл анықтамасы болуы мүмкін емес. Ақпарат бұл кең мағынада дыбыс және белгі түрінде берілетін нақты әлемнің бейнесі болып табылады. Ақпарат бізге жазбаша, ауызша түрде беріледі. Ақпарат өлі табиғатта да, тірі табиғатта да бар. Демек, ақпараттың түрлері де өте көп. Ақпараттың түрлеріне тоқтала кетсек, мәтіндік ақпарат, ол мәтін түрінде берілген ақпарат. Мысалы, жазбаша мәтін, телефондағы хабарлама, бұл бізде мәтіндік ақпарат болып табылады. Графикалық ақпарат, бұл графикалық, кез келген кітаптағы суреттер, фото, барлығы графикалық ақпарат болып табылады. Дыбыстық ақпарат, бұл тыңдалым, яғни дыбыс түрінде берілген ақпарат, музыка, сөйлесу және хабарлама. Сандық ақпараттар, бұл сан түрінде берілетін ақпараттар. Кез келген кітаптағы сандарды көрсек, біз сандық ақпарат деп атай аламыз. Бейнелік ақпарат, бұл бейне түрінде, яғни визуалды түрде көретін бейнелік ақпарат болып табылады. Біз ақпаратты қалай қабылдаймыз? Біз ақпаратты сезім мүшелері арқылы аламыз. Олар көз, құлақ, мұрын, тіл және сипап сезу мүшесі, бұл бізде қол болып табылады. Көзбен біз сурет және жазуды көре аламыз. Құлақпен кез келген ақпаратты тыңдай аламыз. Мұрынмен біз иіс сезе аламыз. Тілмен дәм сезе аламыз. Және сипап сезу мүшесі қолмен кез келген затты ұстап сипап сезе аламыз. Олардың деректері бойынша біз ақпараттың 81%-ын көру арқылы, 10%-ын есту арқылы, 4%-ын мұрынмен иіс сезу арқылы, 3%-ын тілмен дәм сезу арқылы және 2%-ын сипап сезу арқылы алады екенбіз. Ақпаратты тек қабылдау ғана емес, оны сақтап, тарату, өңдеу де өте маңызды болып табылады. Біз ақпаратты қабылдаймыз, көреміз, тыңдаймыз, өңдейміз, ойланып салыстырамыз, таратамыз, өзіміз айтып жазамыз, немесе сурет саламыз. Мысалы, мұғалімнің сабақ түсіндіргені, ол сен жазып аласың, үнемі қайталап, қысқаша мазмұнын шығарасың. Міне бұл ақпаратты өңдеу мен сақтау болып табылады. Ақпаратты ең алдымен біз жинаймыз, сақтаймыз, ақпаратты өңдейміз және ақпаратты жөнелтеміз. Бұл бізде ақпараттық үдерістер деп аталады. Топтық жұмыс тапсырмасы. Ақпараттың түрлерін ата және оларға мысал келтір. Осы QR-ды сканерлегенде қандай ақпарат көзі екенін табамыз. Суретте сіздерге қандай ақпарат берілген? Қандай ақпараттың түрі деп атар едіңіздер? Бұл суретте біз информатика кабинетінің 3D моделін көріп тұрмыз. Жұптық жұмыс. Бос орындарға ақпаратты қабылдау түріне қарай мысал жазыңдар. Жеке жұмыс. Компьютерде орындайық. Суреттерге қарап ақпарат көздері туралы мәтін құрастырыңдар. Мәтінге атау қойып, компьютерде теріп, оны сақтаңдар.
Жарайсыңдар балалар. Жоғары деңгейде жауап бергендеріңіз үшін өздеріңізді шапалақтау арқылы мадақтап қолыңыздар. Ал кеттік ду, қол шапалақ сіздерден күтемін. Сіздерге бірнеше мысал айтамын. Сіздер соның қай сезім мүшесімен қабылдай алатыныңызды айтасыздар. Қоңырау соғылды. Күн жарқырап тұр. Балмұздақ жейміз. Шаң гүлінің иісі. Қардың суықтығын сезу. Ақпаратпен бөліс, біліммен бөліс. Назарларыңызға рахмет.